Қымбаттым, таныстырамын деп тығып қойғандарың не? Зачем прячете? Иә. Оны орайластыруға болады. Ғайман Сәлімұлы. Осы шыдағанымызда жетеді деп, омбының сұлулары қырсыққа басып отыр. Қайтеміз. Мажанаға? Омбының сұлулары оттан жаралған ақын келді деп естіпті. Күтіп отыр. Оның ішінде мен де бармын. Аса құрметті, қымбатты достарым менің. Ақын қазақтікі. Тағдыр сіздерді де омбы шаһарымен табыстырғалы, осы елдің тілінде біліп қалдыңыздар. Ендеше даланың жолбарысын даланың тілінде шақырсам, еш қателік болмас. Менің әулетімнің тілеулесі, дархан көңілді досым, Абайдан кейінгі ақыным Мағжан Жұмабай. Қап-қара түн, шегір көзді жындар жүр. Қап-қара түн, қайғымен қан ойнап тұр. Қайғыменен қарағанға тұншығып, түн баласы ауыр ойлар ойлап тұр. Қап-қара түн, уақыт ауыр өтеді. Ой артынан ойлар келіп кетеді. Түн баласы көр көзінен жас төгіп, күн шығыстан бір пайғамбар күтеді. Ертегінде отты күннен ғын туған, отты ғыннан от боп ойнап мен туған. Жүзімді де қысық қара көзімді туа сала жалынменен мен жуған. Қайғыланба, соқыр сорлы шекпезар, мен күн ұлы, көзімде күн нұры бар. Мен келемін, мен келемін, мен келемін. Күннен туған, ғыннан туған пайғамбар. Күн шығыстан таң келеді, мен келем. Көк күңіренеді, мен де көктей күңіренем. Жердің жүзін қараңғылық қаптаған жер жүзіне нұр берем, күн берем. Қап-қара түн, қайғылы ауыр жер жыры. Қап-қара түн, күңіренеді түн ұлы. Күн шығыстан ақ алтын бір сызық бар, мен келем. Мен пайғамбар, күн ұлы. Астағфираллах. Ғеке, мына бала шын қазақ па өзі? Сен екеуміз осы күннің молдасынан сабақ оққанбыз. Ал Мағжанның ұстазы көктегі күн. Мен білетін ортада саясаттағы ақындардың үш түрі бар. Большевик, меньшевик және анау есі ауысқан эсерлер. Қалай ойлайсыз, ал мынау кім? Мен бұл ақынның әлі тірі жүргеніне таңмын. Бұның әкесі де, шешесі де Алашорда. Лев Борисович, қырғыз қайсақтың арасында жүрген адам ретінде айтайын. Бұларды өзгерте алмайсыз.
биге шақырасыз ба мені? Көзімдегі мұңға қарамаңыз, күн сәулелі Юлияна. Қолыңызды беріңіз. Каменевті әкем арнайы шақыртты. Қояр да қоймай. Дұрыс екен. Сіз де бүгін келдіңіз. Мен білмейтін қандай сыр бар? Әдетте біздің үйде әке шаруасы шеше алмай қалса ғана осындай кеш болады. Қараңыз. Мыналарға биден сабақ берсек болады екен. Туғаннан тынымсыз қызбын. Әкем ол болмадым деп ренжиді кейде. Жаңа байқадым. Көзіңізге жас тұнғандай болды. Дастарханға қараңыз. Қымбатты Юлияна. Маған ет асап, шарап іш дейді. Ал менің даламда аштық буындырып барады. Тамағымнан өте ме? Каменев Памголдың төрағасы деп естігем. Аштыққа қарсы астық бөлуді шешетін сияқты. Омбыға осы үшін келдіңіз бе? Жоқ. Әкем қарай береді бізге. Ғайман көкем, аяулы қызы жолбарысқа жем болмасын деп алаңдаған болар. Мен қазақпын деген қазақ қыздары оқуы керек. Аққағаз, сен бақытсыз Жамалды оқыған соң өзгеріпсің. Басында оқуға түскенде осы үзіліп кетердей майысып тұрушы ең, ә? Кім айтты? Майысқан жоқпын мен. Нығмет, сен осы қазақ қыздарының білім алуына, оқыған азаматтардың қатарынан болуына қарсысың ба? Қарсы емеспін, неге қарсың? Оқысын. Зиялыларға онсыз да оқыған қыздар жетпей жатыр. Бізге де әйел керек дегендей. Мынаның сөзін қараш, сен немене өзіңді оқыған санайсың ба? Санамағанда. Нығмет Нұрмақов Омбыға оқу үшін келген. Мақтаншақ. Бер келден бер. Бар ғой. Бер кел бер. Қыздар, Нығметтің ойы қайда екенін көрдіңдер ғой. Құрығына түсіп жүрмеңдер тегі. Болды, болды. Әйелге теңдік берсең осы. Сен жаңа ғана мені Абаймен ұрмақ болғаныңды білемісің? А? Қазағым, қазағым деген Абай ақыным. Аққағаз Досжанова адамдарды ұрсын деп жазбаған шығар, а? Соны айтам. Мұхтар, осы сен әйелді қалай таңдайсың? Оқығанын аласың ба, жоқ әлде саған бәрібір ме? Оқығанын алатын шығар. Қазақта оқыған қыз аз. Соңғы екеуін Мағжан екеуміз алсақ па деп жүрміз. Менше. Сен Мәскеуге барасың, сол жақтан Пушкиннің қарындасын аласың. Немесе Қазанға барасың. Әйтеуір біреуін табарсың. Біздің Бұйрабас қайда? Оның уәдесінде тұрмаған кезі болып бет. Анау кітапханада шығар ол? Мен барып шақырып алып келейін. Бұйрабас! Бұйрабас! О, мистер Бұйрабас! Соңымнан еріңіз. Оқыған қазақ зиялы қыздарын күттірмегеніңіз жөн. Бұлар бақытсыз Жамалды оқып ап, басынан сөз асырмайтын болыпты. Кеттік. Соңымнан ер. Келді. О, бұл не жиналыс? Мына Нығмет не ойлап тапты тағы? Досым мен емес. Мына қыздар жағымды қоймады. Бұйрабас болмаса болмайды деп. Ал Аққағаз сөз сенде. Ал Аққағаз не дейсің? Бұл өлең бүкіл қазақ жастарының рухы, намысы, болашағы. Мағжан, Омбыдағы қазақ жастарының атынан саған алғыс айтамыз. Ойымыз бір жерден шыққан екен. Ай, жарықтық.
Бұл бұйра баста тәкаппар болып қалады кейде. Қайтеміз енді байдың тұқымы ғой. Сен көңіл аудармақ қағаз. Әрине нөмірі бірінші тәкаппарға жетпейді. Қайда өзі? Жүрген шығар сызылып, серілік құрыба. Сәкен, бұл жерде не істейміз? Омбыда тұңғышсын билеп өткеле жатыр. Қыздар мен жігіттер сол жақта. Кеттік, а? София, мұжықтардың мас болып жүріп, шашқан бөтелкесін жинау менің жұмысым емес. Сәкеннің соңынан шөлмек тұрмақ шаңда қалмайды. Сәкен. София, қымбаттым. Қазақтың келіні мұндайда ерінің сөзіне үнсіз ғана бас изейді. Мен келін емеспін ғой. Қажу бар ма тұлпарға? Талу бар ма сұңқарға? Иман күшті оларда. Мен жастарға сенемін. Мен сенемін жастарға. Алаш атын аспанға шығарар олар бір таңда. Мен жастарға сенемін. Жастарға сенген жақсы. Бірақ өз күшіңе де сену керек. Сәкен, сен кешікпеймін деп ең. Уәде қайда? Сәкен кешікпейді. Сәкенді кешіктіреді. Енді түсінікті болды. Ал Мағжан, дүниеге келген күніңді думандатып жатыр екенсің. Еліңнің ақыны бол. Бірақ ескертейін, сенің туған күніңде мен кешікпеймін. Сен де соны үйрен. Әрине, сен кешікпейсің, өйткені сенің жолыңда Софиядай сұлулар торуылдамайды. Байқаш әйтеуір. Сәкен отырған үстел ақ қағаздай таза болу керек. Айман аға, 600 сом берем, болды. Екеуміз саудамен айналысқалы арамызда ала жіп бөлмеді. 2000. 2000? Мынау құбылып тұрғаныңды қалай қабылдайын, а? Енді Айман аға, мына бүкіл әлемдік соғыс тері өткізушілері мен тон жасаушыларына қиын тиіп жатыр. Менің бағам төмендеп кетті. Патшаның соғысында менің шаруам қанша, а? Енді қаяға? Айман! Ендігәрі жолымды кессең, басың иттің ит аяғында жатады деп айтпап пен саған. Жұртта мал қалмайтын түрі бар Айман. Германмен соғыс, Жапонмен соғыс деп ерлеп мал кетіп жатыр. Кетіріп жатқан мына сенсің. Едіге, сен осы көз алдымызда өскен бала едің. Енді міне батыр бопсың. Күшіңді маған сарп етпе. Сөз сөйлеп құтылатын заман өткен, Айман. Бір жағына шық. Не кедейленіп бастаған елмен бұл не? Қаптаған сары бауырсаққа сасық тер сатып күніңді көр. Тұғыр! Едіге, сен менің төрдегі басымды төмен тартып барасың ғой. Бұралқыларыңды ертте жоғал. Әйтпесе жоныңнан таспа тілем. Айман. Сексен гүл Көкшетаудың саясындай, әрқайсы алтын кесе аясында. Ауасы дертке давай жұпар иісі көкірек, қанша жұтсаң тоясың ба,
қоясың ба? Хауляла лиллай, лиллала лиллай, лиллалау. Хауляла лиллай, лиллалай, лиллалай беу. Ақындығың қаласа болғанымен әншілігің жараса кетеді екен. Әніңнен биіктік көрем. Ей, олай деме. Неге? Мағжанның «Шолпан» деген кітабы жарыққа шыққалы қанша жыл болды? 3 жыл болды ма? Болды. Кітабы шыққан ақын, кітабы жоқ ақыннан биік болмай ма? Нығмет, ортаға от салмай тыныш отырсаңшы. Ал жарайды. Мықты ақының Мағжан ақ болсын. Менің тұлпарымның дүбірін жақында естисіңдер. Мынау иіссу. Арнайы Мағжан үшін. Сыйым болсын. Ал менің сыйым мынау. Абайдың өлеңдер кітабы. Ақынның дүниеден өткеніне 10 жыл болғанда шығарыпты. Енді міне, Мағжандікі болсын. О, өлеңнің пайғамбары ғой Абай ақын. Мен Сыйлығың жоқ па? Әдетің ғой сенің. мен Мағжанның шығармашылық кешін жүргізіп берем. Сөз тапқанға қолға жоқ. Ендеше кешкі омбының көшесімен серуендеп қайтайық. Қашанға дейін байдың шоқпарын серумен жүресіңдер, а? Күшің барда керек қылады. Күшің тайса, күшіктей olmaysыңдар. Едіге, сен мынаны айтшы. Қалай жан тапсырғың келеді? Соңғы тілегіңді орындайын. Көрмек, сенің атаң қой бақты. Мына менің де атам қой бақты. Солардың көрген күні күнбет. Оқ дұрыс дейсің ғой. Ат. Кедейді аты. Бәрібір жаңа көрпе жамылды ұйықтамайсың. Ат! Тарт жігітті! Жиырма бірге толдық. Бітіргеніміз шамалы. Қазақ үшін алаш деп қайысқан ерлер қандай еді? Алаш оқығаны көбеймей, жастары білімге ұмтылмай ешқашан алға баспайды Мағжан. Бұрынғылар 16-та ел қорғаған, ал біз 21-деміз. Мағжаным-ай, асықпа. Мынау аумал төкпелі заманда саған да кезек келер. Маған да кезек келер. Қазақ бөлек ел болсақ, өзімізге өзіміз бей болсақ, түркіден қалған кіндік ордамызды күн шығысқа қаратып, кежініп отырсақ қой шіркін. Ол күнді алыс емес. Анау күні Шаймерден ағамыз дұрыс айтты. Мағжан, бізге ұйым керек, бізге бірігу керек. Еуропадан келген көпеспен сөйлестім. Мұхиттың артындағы елдерде болды. Ол жақта
атпен жүрмейді екен. Кедейлеріне дейін автомобиль мінеді екен. Жолдарына май жағып, қайда жүретіндерін белгілеп қоятын бояу жағады екен. Америка ғой. Көшелерінде көліктер соқтықпас үшін қызыл көк шамдар жанып тұрады. Ол біздің қазақ байдың пәуескесіне қызығып әлі жүр. Бізге өзгеру керек. Қазаққа сәкен керек. Ауырып қалма. Қазаққа Мағжан да керек. Менің үйіме келіп, шаңырағымды сыйлап отырғандарыңа разымын. Мен Ғайман Сәлімұлы, жұрт үшін іс қылып жүрген байдың бірімін. Бірақ соңғы кездегі уақиғалар мені күйіндірді. Осыны ойлассақ. Алдымен ел жайы. Салбек, анау едіге деген басбұзар сенің қарауыңда қалды өмеппеді. Батыр болам деп былғанып жүр ол. Неге бұлай болды? Ел ішінде басбұзарлар көбейіп, бар өшін байдан алмақ па сонда? Не дейсіңдер? Мен Петерборда патшаның қабылдауында болдым. Оны білесіздер. Патшадан сый-шекпен алғаным өзіме бәле боп жабысты. Жұрттың көзіне сатқын боп көріндім. Арқам, сенің патшаның жылтырағына қызықпайтыныңды білеміз ғой. Орыстың қаласын мен де көп көрдім. Бірақ болжағаным көңілге медеу болмай тұр. Байды қаралауға көшті. Біз де білеміз. Бұрын қазақтың дәулеттілері еліне, жұртына шапағатын шашып, қараша халыққа қорған болушы еді. Той томалақ, ас ауқат дегенің кедейдің де дастарханнан үзілмейтін. Тіпті маданиятқа жан бітірген кім? Байлар еді ғой. Осы істі біз де жалғастырып келе жатқан жоқпыз ба? Ендеше не түлен тұртты аналарды? Мұна Байман менің інім. 60 мыңдық қойы, 50 мыңдық жылқысы бар. Осының ауылынан бір кедей табаласыңдар ма? Жоқ. Кедей деген сөз тіпті бұрын болмайтын. Енді пайда болды. Ғайман, ақ патша айналасымен соғысып бітті. Ол қазірге солай болып көрінеді. Бай мен кедейді теңестіреміз деген бір дүрмек басталды ел ішінде. Оқығандар Алиханның айналасына топтасып жатыр. Топтассын. Топтассын. Қазақтың байлары қазақтың оқығандарына көмектесетін күн туды. Малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы. Ермек, келші бер. Әке, қазақ оққандардың өзі екке жарылып жатыр. Міне, осы жайында ойланып, толғанып, бір шешімге келейік. Сол үшін Әлихан мырзаны құрметпен шақырттым. Қазақтың бай деген сөзі, орыстың богатый деген сөзінің баламасы емес. Бай болу, Алаштың арманымен өмір сүретін тұлға болу. Ал богатыйлар өз байлығы үшін арын саудалайтындар. Осының ара жігін түсіндіру керек елге. Міне, не істесек те бірге істеуіміз керек. Салбек, алдыңнан өттім. Ана едігеңе енді жер бастырып жүргізбеймін. Ал, аман болайық. Мағжан, сен басыңнан сөз асырмайтын болғансың. Сенікі ғана жөн бола бермейді ғой енді. Мағжантай, сенің сөзің шешсін. Мен игілік деген атау ұсынам.
Неге Мағжанның сөзі шешеді? Көпшілік шешсін. Бірігіп отырған жоқпыз ба? Онда мен көтеріл деген атау ұсындым. Көтеріл несі тағы да? Қайдағы жоқты бықсытпай тыныш отыр. Көтеріл? Көтерілет жастар. Онда тұрған не бар? Көтеріл деп көтеріле алмай қалсақ не болады? Кішкене ойланбайсың ба? Ал сендер бірлік деп жатырсыңдар. Біріге алмай қалсақ ше. Одан да міне, Мағжанның ұсынған айна деген атауын қолдайық. Айна сынып қалады. Ал бірлік сынбайды. Бірлік біріктіреді. Біз қазақ тарихында бірінші болып жастар қауымын құрып жатырмыз. Бұл ұлы істің басы болуы мүмкін. Мағжан, оған дау жоқ. Бірақ мен бірлікте тоқтадым. Менің бірлік дегенге де, парасат дегенге де, игілік дегенге де дауым жоқ. Әдемі де мәнді атаулар. Алайда, айна деп ат қойсақ дұрыс бола ма деп шамалаймын. Айна адамның қандай екенін көрсетеді. Айна тек сұлулардың жан қалтасынан табылатын зат емес. Менің айтып тұрғаным, халықтың жан дүниесін айқын көрсететін қасиетті шар айна. Болды. Бірлік болады. Бұйрабас, бұлқан-толқан болмайды. Бірлікке тоқтадық тоғытер. Ал егер тіпті түрімізді көргіміз кеп бара жатса, сенен айна сұрармыз. Міне, байдың қанжары қайрала бастады. Бірлік деп ат қойғың келген екен. Бай кедей деп бөледі екенсің. Қызық. Онда сен маған айтшы, неге өлеңдеріңді айқап журналына жариялайсың? Ал сен неге қазақ газетіне жариялайсың? Әлекеңмен бір жақып ұстаздың көксеген теңдігі жатыр онда. Қазақ байшыл газет Мағжан. Ал айқап халықтың журналы. Мен халықпен біргемін. Тоқтай қалыңдар болды енді. Одан да дауысқа салайық. Тіпті келісе алмай жатсақ, ана Мұхтардың көтеріл деген көтерем атауын қоя саламыз. Кім бірлікті қолдайды? Кім айнаны қолдайды? Мағжан, досым! Оқуға жаңа түскен балапан қыздар сен қалай атайтын естідің бе? Не депті? Жолбарыс дейді екен сені, Мағжан. Тіпті біраз кітабыңды сатып алып оқып жүр дейді. Мен мына заманның тақыр түлкісін жырлаймын. Мен бұрынғылардың батыр түлкісін жырлаймын. Бізге қазір сол керек. Мағжаным, орның бөлек қой. Бірақ бірігуге келгенде жеке басты қоя тұруымыз керек. Ұлтқа қызмет маңызды болу керек. Анау өзіміздей татар жастарының Гамулу деген ұйымы бар. Башқұрт жастарында да бар. Бізде де болу керек, Мағжан. Болу керек, білем. Ел осылай құралады. Бірақ татар жастарының соңына жандармдар түсіп алыпты дейді. Жиналыс өткізген біразын ұлтшыл деп қамап жатыр екен. Патшаң дейтін болып тұр ғой. Бізге де абай болу керек. Сен өкпелеме, Мағжан. Қазақ қазаққа бауыр. Бізде басқа сенер ешкім жоқ. Айтпақшы, Міржақып ағамыз кешегі тойдан кейін жастарға арнап бөлек дастархан жаймақшы екен. Соған бүгінгі шақыртты барамыз ба? Барайық.
ақ қағаз басыма ұрып тұрған. Нығмет осында жүріп бірге қайтарсыңдар. Ақ қағаз. Кешіріңіз. Ештеңе қылмас Мағжан мырза. Қағаз анау жақта билеп жүр. Сіз мені танып тұрсыз, ал мен ұяттым. Мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар. Жаннан қымбат олар ғар. Мен жастарға сенемін. Сізді бәріміз білеміз. Иә. Семинарияда оқисыз ба? Жоқ. Менің есімім Гүлшахра. Барлығы Күлия дейді. Міржақыптай азаматқа әпкем тұрмысқа шығып барады. Мен оның балдызымын. Солай ма? Солай. Жеңгеміз қайда? Ғани Жамал құрбыларымен қоштасып алсын. Орынборға кетеміз. Үлкен істер күтіп тұр. Мен де барам оқудан соң. Сен омбыда қал. Түбі осы өзің оққан семинарияға басшы керек. Жасың 21-ге келді. Жігітше ойла. Көз алмайсың тегі. Менің балдызым сұлудың сұлуы. Менің ұстазым едіңіз. Енді бажа болсақ жаман болмас еді. Сенен бұрын Сәкен көңіл тапқан сияқты. Бірақ біздің Гүлшахра екеуіңнен де ақылды. Мағжан, сен шабысы бөлек ақынсың. Жаспын деме. Жастықтың жырында ғана от болады. Қазір төгу керек. Андағы ішіңдегі отыңда сөндіріп алма. Жарай ма? Сіз солай баға берсеңіз, бізде қарсылық бола ма? Мен жастарға сенемінің әсерін көріп жүрмін. Осындай жыр керек. Дүмше молданың өтірік өлең емес. Бабаларын сағыну керек. Сағындыру керек Мағжан. Мың жылдықтарды жырлау керек. Бәріңе не болған? Тым езет. Аузыңа не істеймін қайту? Тоқтат! Айқап жабылды. Қазақ газет түбіне жетті. Сендер жеттіңдер өңшің шалқаған шонжарлар. Қалай? Қашан жабылыпты? Мен сенен естіп тұрмын оны. Жеттер мыналарың дей сендер. Сәкен мен Мағжан төбелесіпті деген дейлейсіз. Сендерді қойып мен қарабет боламын ғой. Нығмет, осы жолы өзің куәсің. Менің жолым басқа. Бірдеңе болса, Мағжанмен салыстырасыңдар. Кім бірінші кітап шығарған? Мағжан. Ғалиян үздік бітіріп озып келген кім? Мағжан. Түк бітірмесе де төбе би болғысы келетін кім? Мағжан. Ал тағы қай жағынан мықты екен Мағжан? Есесіне қыз қырқында жолың болғыш. Ей, болды. Мен отпын. Отпын. Өртпін, күнмін деп өтегірейсің. Ал мен толқынмын. Мен топан суым. Біліп қой. Су өзінің өрте жүре алатынын білмейді. Ал мен білем. Иә, білем. Айқап пен қазақ көзіңнің ағы мен қарасында емеспен. Ертең мен оқу бітіріп кетем. Содан кейін не боласыңдар екеуің? Кім ажыратады сендерді?
Елге қызметте ерегес болмау керек. Сәбит. Ай, Сәбит. Қайда барасың? Қалаға. Оқимын. Өй, онсыз да кітаптың бәрін тауыстың. Оқып қайтпексің? Ол аз. Көп оқимын. Білім жинасам ғана байлардан биік болам. Анау, біздің төре біле ме? Төрең көрге кірсін. Астағфиралла, Сәбитжан. Әй, қойды бақпасаң бақпа. Бірақ Құдайдың ісіне араласуға бола ма, Құдай сақтасын? Мен әлі оралам. Жезде? Аман есенсіз бе? Аманбыз. Өлия, аманбыз. Қазір Орынборға жүрем. Маңызды шаруамен келдім. Соңымнан еш. Өлия, мен айтарым тік айтам. Сен білесің. Сондықтан созып тұрмайын. Өзім үшін қазақтың екі арыстаны, Мағжан мен Сәкен, азуай қастырып алысуға көшіпті. Сенсіз де таластары жетерлік. Жезде мен екеуі аман ба? Аман. Бірақ екеуі де ертең елдің көгіне күн болатын жігіттер. Сен ақылға салсаң деймін. Сенің жүрегіңдегі сезім қазақтың мүддесін араласпасын. Ойланарсың қалқан. О, Мағжан аға. Сәлем бердік аға. Қатыма жауап бергеніңізге қуандым аға. Міне, мен келдім. Енді бір керегіңізге жарасам деймін аға. Бұйырса.
Едіге? Кел отыр. Шешімге келейік. Сені менің батырым күрмек атып тастаса болар еді. Бірақ жаны ашып, жіберіп қойды. Сол үшін жазасын алды. Кәлеманды айта бір Қайман. Сен мені өліммен қорқытпақпысың? Қорқатын болсам, қаруымды сайлап қояр ем. Басқа ұлттардан кем болмау үшін жұмылу керек. Пьеса қою оңай емес әрине. Бірліктің өнерпаздарын дайындау менің мойнымда. Бірақ жалғыз өзім не бітіре алам? Біле білген адамға поэзияның ең қасиетті саласы махаббат лирикасы. Татар жастары да, башқұрт жастары да осы тақырыпты таңдапты. Махаббатың не тақ? Оны өзіңнің күйем сүйемдері көп өлеңдеріңде қоса бер. Ал, мен кеттім. Домбырашылардың өнерін байқап келейін. Нығметте оқуын бітіріп кетіп қалды. Өзі болғанда осының бәрін реттеп қояр еді. Ал ақ қағаз, өзің жалғастыра бер. Аққағаз, көмектесіңіздер. Аққағаз, дәрігер бар ма? Ойбай, не болды екен? Аққағаз, есіңді жи. Дәрігер шақырыңдар. Жоқ. Қыздар жігіттер, су бар. Қан Су шайып әкеліңдер, су. емдесіңіздер. Есін жиған сияқты. Жиған секілді. Аққағаз, бәрі дұрыс па? Адам шошты. Аққағаз, мен саған қашан айтып келем. Бұлай жүре беруге болмайды. Мәскеуге барып емдел. Ол жақта медицина мықты профессорлары бар. Биыл кетем. Сол жақта оқуымды жалғастырамын. Уайымдама, өлмеймін. Гүлсімге неге сонша қарадың? Гүлсімге? Иә, Гүлсім. Маған көмек көрсеткен қыз. Мен сенің көз қарасыңды білем ғой. Слушай. Есімі Гүлсім. Тұрмыс құрмаған, өзі сұлу, ақылды, қылықты қыз. Тек дәулеттен екен. Қай жерде тұрады екен? Мен Мағжан ақынның мың сұлуға бұйырмаған музасын тапқан сияқты. Қайда тұратын білмеймін. Бірақ құрбылармен театрдан қалмайды екен.
жолға жүретін болсын ғой, Ермек. Едіге, Арқаңнан қағатын әкең де жоқ. Ғайманның ұлы, балаққа жапысқан биттен қорқады деп пе едің? Енді заман өзгереді. Патша құлайды. Ендігі кезек мына сендерде. Байларда. Оттағаныңа болайын. Алаштың жиналысынан келем. Сендейлерді түрмеге қамаймыз. Онда сенде әкеңнің артынан бар. Әкем тірі. Бишара, сен ештеңе білмейсің. Қойдың құмалағындай бір оқпен әкемді өлтіремін деп ойладың ба? Құмалақ. Қарындасым, кешіріңіз. Сізге сұрағым бар еді. Иә, тыңдап тұрмын. Мен Гүлсімді іздеп жүрмін. Гүлсім омбыдан кетіп қалды. Мәскеуге ме, Петерборға ма, жоқ әлде Қазанға ма білмедім. Білмегеніңіз қалай, сіз құрбысы емессіз бе? Өзім хат жазам деді. Әкесі қатал көрінеді. Тез жиналып жолға шықты. Мағжан, өзіңді іздемеген жерім жоқ. Ғайман мырзаның жалғыз ұлын өлтіріп кетіпті. Көңілімді демеп келгеніңе рахмет, Мағжан. Ермек болайын деп келе жатқан жігіт еді. Біз де бір күні әруаққа айналармыз, Ғайман көке. Бұл өмірде өлмектің маңызы жоқ. Өлмекке дейін не бітіргенің маңызды. Ұлымның өмірін едіге жұтты. Ғайман көке, сіз менің Бекен көкемнің арқа сүйейтін ағасысыз. Әкем дейсіз. Қызметіңізге жарап жатсам, кез келген уақытта шақырыңыз. Ермектің әруағы ендігі ара елін жебеп жатсын. Ізін жалғайтын ұрпағы қалмады артында. Сол қиын. Айтпақшы, Бекен саған қалыңдық тауып қойды. Аты Зейнеп көрінеді. Биыл мына семинарияңды бітіргеннен кейін Сасық көлде тойын өткізбек. Мағжан, менің ақылым әкеңнің батасынан қашпай айналайын. Жолың болсын.